Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік символы ұлттық теңге. Продолжаем наше знакомство с символами нашего независимого государства. А точнее, мы сегодня будем говорить о национальной валюте. Бүгінгі сабақтың мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогқа қатысу. Алдымен жаңа сөздерге тоқталайық. Шыққан жылы, год выпуска. Бейне, образ, төлтенге – это национальная валюта. Өңір, регион, мерейтой, юбилей, арнайы, специально, ерекше, особенный. Бірінші тапсырма – жазылым тапсырмасы. Сұраққа жауап бер. То есть в первом задании ответьте на следующие вопросы. Баланың қолында не бар? Что в руках держит мальчик? Ол ақшаны не үшін қолданады? Для чего он будет использовать эти деньги? Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі жазылым тапсырмасы, сұрақтарға жауап беріңдер. Следующее наше письменное задание. Ответьте на следующие вопросы. Қанша ақшаң бар? Сколько у тебя денег? Дүкеннен не алғың келеді? Что ты хочешь купить в магазине? Ол қанша тұрады? Сколько оно стоит? Сатып алуға ақшаң жете ме? Хватит ли у тебя денег? Келесі мәтінді тыңдаңдар, түсініп оқыңдар, қою қаріппен берген сөздердің антонимін табыңдар. Для начала послушайте текст, а затем выпишите выделенные слова и найдите к ним антонимы. 1993 жылы 12 қарашада еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасында валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ескі ақшаны ұлттық теңгеге айырбастау 15 қарашадан басталып, 20 қараша күні аяқталды. Бір теңге 500 сомға бекітілді. Ұлттық валютаны теңге 100-ден 1 бөлігін тиын деп атайды. Ұлттық теңгені жасауға 2 жылдай уақыт кетті. Теңгенің бірінші бетіне қазақ халқының ұлы тұлғаларын бейнеленді. Қазақ валютасының жобасын жасаған суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбжәлелов. Алғашқы ұлттық валютамыз Англияда, алғашқы тиындар Германияда жасалды. Теңгені елге 4 Ил-76 ұшақтармен әкелді. Ұшақтар Альбион еліне 18 рет қатынады. Төл теңгеміздің алғашқы партияларын сақтау үшін арнайы жер асты қоймалары дайындалды. Осы қоймалардан ұлттық теңгеміз еліміздің барлық өңіріндегі банктерге 8 күн ішінде жеткізілді. Ұлттық валютада елдің өткені, бүгіні және болашағы бейнеленді. Өздеріңді тексеріңдер. Төртінші тапсырма. Мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексер, түсіндір. 4 задание. По тексту проверьте правильность информации. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі 5-ші тапсырмаға көшейік. Сөздерге тиісті қосымша жалғап жаз. В этом задании напишите к данным словам подходящее окончание.
Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. 6-шы тапсырмада тиісті қосымшаларды жалғап, сөйлемдерді оқы. В 6-м задании дополните, вставляя нужное окончание, а затем прочтите. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Олай болса, өздеріңіз тексеріңіздер. Келесі суреттерге назар аударыңыздар. Осы суреттерді пайдаланып, диалог құрыңдар. Используя данные картинки, составьте диалог. Өздеріңді тексеріңдер. Сегізінші тапсырмада төменде аталған елдердің ұлттық валюта атауларын жазыңдар. В 8-м задании напишите названия национальных валют, перечисленных ниже стран. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. 9-шы тапсырма. Сөйлемді аяқта. В этом задании надо дополнить предложение. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырма сатушы ойыны. Бірін сатушы, екіншін сатып алушы болыңдар. Кітап дүкеніндегі диалогты құрыңдар. Представьте себе, что вы пошли в книжный магазин, а теперь один из вас будет продавцом, а другой покупателем. Создайте диалог между ними. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.